Hey what's up, сіздермен бірге мен Нұриден. Достар, бүгінгі видеода бізде өте бір қызықты видео болайын деп тұр. Мен дейтін алдында дегенде кеше мен ютубта сообществода мен сұрақ қалдыр деген видео түсірген едім. Сол видеоның комментариясына маған шамалы сұрақтар келді, яғни сол сұрақтарға қазір мен жауап беретін боламын. Егер де сен сұрақ жазып үлгермесең, ренжіме бро. Бұл запистің тұрғанына примерно 16 ма 17 ма сағат болып қалды, өйткені менде мүлдем уақыт жоқ болып тұр. Так что дәл қазір бірден соларға жауап беріп өтіп кетейік. Ал ендеше не отыр, кеттік, go! Так, ең бірінші бір сұрақ бізде Гүлнар Наханова деген бір қыздан келіпті. Қармен бетіңді біреу майлады ма? Я қазір қыс болғандықтан былай қатты бүйтіп қармен майлаған жоқ, ондай кез болмады. Сабақтан біреу шулағанда апай саған ұрысқан кез болды ма? Я, бұл әрбір оқушының басынан өтеді деген ойда, мана жақта біреу қуып шулап отырасың, сен тып-тыныш отырсың, не келеді, сен тұрып қалсаң апай кіріп қалады. Маған сол кезде ұрысып кетеді, түсінбеймін барға. Қай қалада тұрасың? Мен қалада емес, шағын ауылда тұрамын. Қай мектепте оқисың? Білем, қай мектепте оқушы едің? Әйтеуір мен бір мектепте оқимын. Қай жүзденсің? Ұлы жүз. Сен телефоныңды сындырып көрдің ба? Жоқ. Келесі сұрақ бізде Ян Хан дегеннен келіпті. Телефонның аты қандай? Телефонның аты G2 Core. Қандай программамен фотошоп жасайсың? Photoshop CS6 деген программамен фотошоптаймын, өте керемет. Келесі бізде Рамазан Алдыбай дегеннен келіпті. Сәлем. Маған сәлем жолдаш, Рамазан, сәлем. Руың қандай? Руым бектеміз. Видеоны қандай программа монтаждайсың? Мен видеоны Sony Vegas деген программа монтаждаймын. Нұриден топ, рахмет. Келесі сұрақ бізде Жандос MP3 дегеннен келіпті. Толық есімің кім? Серьезно сұрап тұрсың ба? Жазылып тұру Нұриден деп. Сенің жасың нешеде? 14-те. Менің каналыма кіріп пиар жасашы. Окей, бро, жасаймын. Келесі сұрақ бізде жай ғана Димадан келіпті. Дима. Ютубтан кететін ойың бар ма? Негізінде достар, мен осы жайлы ойлаған едіммін, бірақ жарайды деп. Осындай ой келген негізі маған, ютубтан кетем, нафиг нужен деген кездер болды, сосын айнып қалдым одан. Ютубтан ақша аласың ба? Ақша алсаң қанша? Өкінішке орай ютубтан ақша алмаймын, оған маған шамалы просмотр керек. Келесі сұрақ бізде ерекше қыздан келіпті. Орыс ютуберлерден кімді көресің? Орыс ютуберлерінен мен көп, вообще дофига көремін. Сүйікті ютуберлерімді айтып кетейін, ол бізде Хаймен бар, ең алғашқы Хаймен, Влад А4 және Ивангайды көретінмін, видео түсірмеген соң көрмеймін. Және кім бар еді? Данкар деген ютуберді көремін. Достар, көп айтпай-ақ қойын. Қазақтардан да мен почти бәрін көремін, яғни Алик KZ, Нони, Алтыбақан Фамилиді көремін. Сұрақ бізде Еркелан Fire деген бір балдан келіпті. Сен телефонмен түсіресің бе? Камерамен бе? Егер камерамен болса, аты қандай? Маған видеоның окей, мен дейтін өкінішке орай камерамен түсірмеймін, ол бытш болып кетті. Ал қазір дейтін мен телефонмен түсіріп отырмын, яғни качествосы жаман болады, я білем. Және келесі қандай программа монтаждайсың? Мен дейтін Sony Vegas деген программа монтаждаймын. Ал телефоннан болса реакция жай видеолар түсірген кезде мен өзім бір KineMaster деген бір программа бар. Ол бірақ качествоны низкий қылып тастайды, сондықтан да мен көп монтаждамаймын. Маған сәлем жолда Еркелан Fire, сәлем. Келесі сұрақ бізде Айбат деген балдан келіп, хейтерлер саған боқтап жатса не істейсің? Яғни кейбір хайпабайт етіп кеткен видеолар бар, соларға да жаман комменттер жазады. Яғни оларға мен просто мән бермеймін. Конкурс қашан болады? Бро, менен конкурс күтпей ақ қой, мен ол жайлы да ойлаған да жоқпын. Жақында конкурс болмайды, короче. Маған сәлем жолда Инабат деп, Инабат, сәлем. Келесі сұрақтың Реймер деген. Реймер, қалай жағдай? Реймер базар жақ. Салам алейкум. Салам. Сұрақтар. Реймер, қалайсың? Мен алдында дейтін телефон тұрғанда осы баланың тапсырмаларын орындаған едіммін. Сұрақтар дейді. Неғып телефон сындырдың? Неғып дегенде, сен сындыр дедің ғой, сондықтан да сындырдың. Сен кино көргенді жақсы көресің ба? Киноменсің ба?
О, сен точкаға түстің. Я, мен кино көрген жақсы көрем. Яғни мен де киноменмін. Мен негізі кешке мысалы бос уақыт болса, мен дейтін кино көрумен өткіземін. Яғни кинолар скачать етіп, түнде көріп жатамын. Соңғы көрген 3 фильмің қандай? Жарайды айтып берейін. Простушка деген кино, сосын Полночное солнце және В метре от друг друга. Я, осы 3 кино өте керемет, сендер көруге кеңес беремін. Маған қандай кино ұсынасың? Саған мен В метре от друг друга деген киноны көр, ол өте қызықты кино, және Марвелдің киноларын көруді ұсынамын. Мстителейді көр, сол кезде сен ол киноға кіріп шыға алмай қаласың. Қандай жанрдағы кинолар ұнайды? Маған фантастика ұнайды, және соңғы кездері мен мелодрама көріп кеттім, олар бірақ қатты ұнайды деп айта алмаймын. Ал сол фантастика мен приключениялар ұнайды. Қазақстандық сүйікті киноң ол бізде Қазақстанда, яғни көп кинолар көрмеймін, яғни бизнес по-казахски в Африке, в Америке, және жақында бизнес по-казахски деп Корея шығайын деп жатыр, сол кино. Қазақстандық сериал көресің ба? Қазақтар сериал түсірем, айне. Ануар деп сәлем жолдаш. Ануар, сәлем. Қызың бар ма? Қызым жоқ. Боқтайсың ба? Бұлай негізі көп боқтамаймын, бірақ аузымнан шығып кеткен кездер болды. Төбелесіп таяқ жеген кезің болды ма? Жігіт болған соң ол күннің басынан өтпейді. Келесі сұрақ бізде Простая деген бір қыздан кетті. Мен көп сұрақ қоймаймын, Free Fire шықсын ба? Әрине, Free Fire менің өмірім ғой. Қандай рэперлерді білесің? Кім ұнайды? Рэпер дегенде сүйікті рэперім жоқ. Мен бұлай рэп дегенге қатты қызыға бермеймін, рэп тыңдамайтын да шығармын. Бұлай негізі Моргенштерн тыңдаймын, Lil Pump'ты тыңдаған етінмін, сосын Gunflute, Егор Крид. Яғни Америкада көп ол, Lil Nas, дофига вообще. Сұрақ бізде Айна Саукатова деген қыздан келіпті. Қай қалада тұрасың? Жаңа айтып кеттім. Қызың бар ма? Өкінішке орай жоқ. Маған сәлем жолда. Сәлем. Нұртаев Мирас деп айтшы. Нұртаев Мирас. Келесі сұрақ бізде Янго Ивангай деген бір ютуберден кетті. Неге сен Темірлан жайлы видео түсіресің? Темірлан фанатысың ба, әлде хейтерсің ба? Мені дейтін, когда-то Темірлан мен бесит, блин. Когда-то ол, қазір емес. Яғни оның видеоларын просто бұрын ненавижу болған, хейтері болғанмын. Яғни сол жайлы видео түсіріп отырмын. Просто ұнамайды да оның видеолары. Келесі сұрақ бізде Андрейден келіпті. Дени Хача деген ютубта каналды қарашы. Сосын сені компьютер ақшаға алдап кеткені рас па? Я, рас. Мен негізі оны білмедім. Яғни видео мені дәлел деген дофига тұр. Я, шын кедайт етіп кеткен. Бекзат Саттархан деген бір боксер, қайтыс болып кеткен бір боксерден келіпті. Я, бұл әрине фейк аккаунт. Сенде 1 миллион подписчик болса не істейсің? 1 миллион? Ой, оған дейін жетем ба? Бұны ойлап та көрмеппін. Қай жылғысын? 2005. Қандай әндер тыңдайсың? Қандай әндер дегенде любой әндер тыңдай берім. Ұнаған әйтеуір качать етіп тұрса, соларды скачать етіп тыңдай берім. Короче, оқылмай қалған сұрақтар. Хулуа Әзімжан, қай блогердің фанатысыз? Ешкімнің фанаты емес. Бүгін қызым жоқ. Серік геймер. Видеоны немен түсіресің? Телефонмен түсіремін. Серік, сәлем. Я, сендердің сұрақтарыңа жауап берем деген ойдамын. Сұрақтар көп болды. Әрең дегенде аузым көпіріп болып кетті, вообще түсінбей қалдым. Егер де осындай видеоларына лайк басып барға жазылам. Сіздердің болған мен Нұреген сау.